Мұнда сіздердің барлықтарыңыздың аттарыңыз жазылған. Мен біреуін алмастырып тұрып таңдаймын. Сол оқушы үй жұмысын айтады. Жақсы ма? Ол үй жұмысына Еңлік-Кебек дастанына композициялық талдау жасап беру болады. Жақсы ма? Жақсы, ендеше бастаймын. Әлі бетім сиде болады. Кебектің алғаш шығуы. Жақсы, дұрыс. Шәкәрім әкесі өмірде отқанда неше жаста болды? 7 жаста. Дұрыс. Енді келесі. Поэмада көп кездесетін қас түрі. Қара өлең қасы. Дұрыс. Шәкәрім қандай тілдерді жетік болды? Араб, парсы, түрік, орыс тілі. Дұрыс. Шәкәрімнің шын есімі Шәкәрім. Келесі. Жоқ, тоқтаңыздар. Енді келесі екінші түрді аласыздар. Шәкәрім неше жасында болыс болды? 20 жасында. Еңлік-Кебек образын бейнелейтін сурет салу. Суреттер өте керемет. Еңлік-Кебектің суреті бейнеленген. Поэмадағы кездесетін психологиялық параллелизмді анықтау. Мен осы сұраққа жауап беру үшін Еңлік-Кебек дастанындағы шумақтарды оқып кетейін. Темір масақ жабылап, тұр салдырдылап, екі көзі бақсының сұм болдырлап, ындын қойып тыңдасаң сарнағанын, сақтанбасаң алғандай ақылдырлап. Мұңлы қоңыр дауысты ұшла ғырлап. Және үлкендердің кесірінде шаға жеткен ғашықтар туралы Еңлік-Кебектен қалқаман мамыр поэмаларын алып, бірінші олардың ұқсастықтары екінші үзілдің ойын емес өзіндік жолдас едеп беремісің өтеп Кебек барды. Кебек мұны естіп тоғырлады, асықпай біраз ғана ел болсын.
Еңлік-Кебек ескерткіш туралы мағлұматтар туралы, сосын поэмадан протезді анықтау. Жақсы. Жылы билер сотының шешімімен Еңлік пен Кебектің атына қойылған ескерткіш. Қалайда бізде не болады? Экспрессивті, эмоционалды жағдай болады, иә? Біз шығарманы оқып отырып одан не байқаймыз? Белгілі бір әсер аламыз. Сол алған әсеріміз, мысалы, қандай? Ал біздің әдебиеттің күндерін тамашалайық. Поврон. Енді біз кішігірім ойын ойнап жүрейік, иә? Енді осы сөздерге байланысты жалпы осы уақытқа дейін кейіпкерлер өттік, иә? Неше түрлі Абыз болсын, Еңлік болсын, Кебек болсын. Тағы да одан бөлек кейіпкерлер болды, иә? Пермқол деген секілді, Кеңгірбай деген секілді, иә? Жақсы. Енді осы кейіпкерлердің барлығын білсек, енді бұл жерде бір адамның есімі жазылған. Сіздер әріпті айтасыздар, біз соны түсіріп отырамыз. Егер де сіздердің әріптеріңіз сол адамның есімінде болса, ақаламыз сау болады. Егер де сіздердің айтқан әріптеріңіз адамның есімінде болмаса, онда біздің ақаламыз ертеде. Сондықтан біздің мақсатымыз ақаланы аман сақтап қалу. Жақсы ма? Ал, мына іште қанша әріп тұр? Кім деп ойлайсыздар? Снегирь. Гарантия берем, О, тамаша, екі абы. Біздің мұрнымыздан айырып қалдық. Махамбет. Сосын тағы қандай?
соңы бар екен жақсар жол сосын жоқ бізді бірден жоғалтып жатсыздар жақсы сосын неге ойымызға келген әріпті айтып отырмыз кітаптан барлық кейіпкерлер дұрыс қалампыр келмейді жоқ жарайсың енді бір ғана ат қалды енді қандай ат болуы мүмкін қара мен ке деген ат бола ма қандай ат р деп көресіз ба р дейді р тикток әдісі арқылы сабаққа өзіміздің бүгінгі сабақ ұнады ма ұнамаса ұнамаған тұстарын жазып жабыстырамыз иә жақсы мұны сабақ соңында жабыстырсаңыздар болады репост яғни бұл сабақ маған ұнады өзгелермен бөліскім келеді деген жақсы енді бүгін бірнеше топтар маған көзіме ерекше ыстық және де ерекше өздерінің қалыптастарымен көрінді сол топтарды мен марапаттағым келіп тұр жақсы ма бірінші яғни сынып аралық болмайды деген ойдамын ең бірінші болып бізде өткен қай тапсырма болмасын өзінің үздік екендігін көрсеткен ілияс пен ақылдың тобы сабақ тізіміңді білесіңдер жақсы енді екінші орында бізде өздерінің көрегендікпен тек қана қыздар болса да өздерінің алып енді бірінші орында үшінші орында жақсы ат салысты енді қалай ойлаймыз дауыс берейік бірінші топ әлде үшінші топ бірінші топ жақсы үшінші орында бізде алма тобы негізі өнерлі жағынан және де Шәкәрім туралы мәлімет жақсы Шәкәрім туралы жақсы мәлімет айтып жарайсыңдар бізді бұлай бөліп жазыңыз демейсіздер бәрімізде сыныпқа елуламыз бұл мен де сендерге өздерінің кішкене сыйлығым сендерді бүгінгі сабаққа белсене атсалысқандар үшін көптен көп рахмет ала қояйық бірінші сабаққа белсене қатысқан үшін рахмет қандай болды қазақтың сол кездегі тағдыры қандай болды сол туралы шағын эссе жазып беру түсінікпе ал енді қазір тикток әдісімен өздеріміздің кері байланыстарымызды яғни сабақ ұнап ұнамағанын түсіріп тапсырсақ болады қағаздарымызда